Энергиясыз ештеңе ешқашан өзгермес еді. Тіпті еш нәрсе болмас деді. 5, 4, 3, 2, 1. Fire in the hole. Энергия объектілерге қозғалуға немесе өзгеруге мүмкіндік береді. Температураның, пішіннің және агрегаттық күйдің де өзгеруі энергияға тәуелді. Кез келген оқиға энергия өзгерісін білдіреді. Энергия басқа бір түрге өтеді. Мысалы, генератор механикалық энергияны электроэнергиясына түрлендіреді. Ал ваннадағы ыстық су адам денесін жылытқанда энергия орын ауыстырады. Энергияның көптеген түрлері бар. Олардың барлығы джоульмен өлшенеді. Іс жүзінде энергия дегеніміз бұл жұмыс жасау мүмкіндігі. Бізде жылу, дыбыс, жарық және электр энергиясы бар. Біз үшін әрине ең маңыздысы жылу энергиясы. Біз энергияны алуан түрлі тағамдардан аламыз, және ол бізге жылынуға, денеміздің қозғалуына, бұлшық еттеріміздің жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Энергия беруші азық-түліксіз біздің қимыл қозғалысымыз мүмкін болмас еді. Энергия бізге тыныс алудан бастап, денеміздің бар мүмкіндігін пайдалануға жағдай жасайды. Енді оқушылар, біз жаңа видеомыздан байқағанымыздай, бүгінгі тақырыбымыз энергия жайлы болмақ. Кинетика және потенциалдық энергия. Жаңа видеода атап өткендей, бұл энергиялардың анықтамаларын қазір тағы да беріп көреміз. Енді біздің бүгін мақсатымыз екі энергия түрін ажырата алу және осы екі энергияға байланысты есептер шығара алу болып табылады. Енді сабағымызды бастамай тұрып, ең бірінші Альберт Эйнштейннің сөзімен бастаған келіп тұр. Яғни дейді, бүкіл нәрсе энергиядан құралады, әрбір бастаудың басында энергия бар дейді. Яғни жаңа видеодан байқағанымыздай тоже біз не дейді? Бізді бүкіл болып жатқан өзгерістер, ол энергияның өзгерісі, яғни бір түрден екінші түрге өтуі деді. Яғни біздің бүкіл жұмыс жасау қабілетіміз ол энергияға байланысты екен. Энергия сөзін ұстай да алмаймыз, көре де алмаймыз, бірақ өмірде энергиясыз еш нәрсе жасай алмайды екенбіз. Енді жаңа анықтамасында бізге не деді? Дененің жұмыс істей алу қабілетін сипаттайтын шаманы энергия деп атаймыз деді. Ол джоульмен өлшенеді екен, Енді энергияның екі түрі бар. Біз бүгін тоқталатын түрі ол механикалық болып табылады, ал ішкі энергияны сіз жоғары сыныптарда өтесіздер. Олар кинетикалық және потенциалдық энергиялар. Енді олардың айырмашылығы неде десеңіздер, кинетикалық энергия дененің қозғалыс барысында пайда болады, ал потенциалдық энергия ол дегеніміз, потенция деген, грек тілінде аударған кезде мүмкіндік деген мағынаны береді. Мүмкін энергия ол дененің орналасуына немесе биіктігіне байланысты энергия екен. Формуласын айта кетейік, mv квадрат бөлінген 2, бұл кинетикалық энергияның формуласы. Бұл жерде m деп отқанымыз дененің массасы, v деп отқанымыз жылдамдығы болып табылады. Потенциалдық энергияда mgh, m деп отқанымыз массасы, g деп отқанымыз еркін сөйлеуі, h деп отқанымыз биіктігі болып табылады екен. Ал потенциалдық энергия дегеніміздің екінші түрі бар, тағы да ол серпімді деформацияланған потенциалдық энергия, ол kx квадрат бөлінген 2, k деп отқанымыз бұл жерде қатаңдығы екен, x деп отқанымыз дененің ұзаруы
немесе деформацияға ұшырауы x пен белгіленеді екен. Енді бірінші тапсырмаға тоқталып өтейік. Яғни энергия бөлімі бойынша сіздерде бәлкім ТЖБ-да, БЖБ-да келіп қалу тапсырмалардың бірі. Бұл жерде не дейді? Суретте көрсетілген денелердің қайсысы кинетикалық энергия, қайсысы потенциалдық энергия ие болады дейді. Енді сіздер білесіздер, бірінші суретке қарасақ, кішкентай массалы дене v дейтін жылдамдықпен ұшып бара жатыр. Яғни бұл деп отқанымыз кинетикалық энергия екен. Екінші, бізде екінші суретінде не дейді? Садақтың ұшуы. Ұшуы бұл садақтың деформацияға ұшырауы, яғни бастапқы орны қай жерде еді? Не? Мына жерде еді бастапқы орны. Оны біз ұзарттық, яғни бұл потенциалдық энергия болады екен. Ал жібергеннен кейін ол уже не? Кинетикалық энергия ие бола бастайды екен. Екінші түрге түрлене бастайды екен. Мына жерде бізде биіктікті белгілі бір биіктіктен тұрғандықтан ол потенциалдық энергия. Мына жерде допты теуіп атқаннан кейін, мына жерде басында жылдамдықпен ұшты. Белгілі бір ашыққа жеткеннен кейін бұл потенциалдық энергияда ие болады, и кинетикалық энергия да болады. Бастапқы ұшқан ретінде бұл біз кинетикалық энергия деп белгілесек болады екен. Енді біз мына екі есепті қарастырайық. Қалған екі есепті сіздерге үй тапсырмасы ретінде береміз. Бірінші есепте біздерге не дейді? Массасы 9 грамм, жылдамдығы 710 метр секунд екен. Кинетикалық энергиясын табу керек. Кинетикалық энергиясы EK деген әріппен белгіленеді. Яғни бұны табатын болсақ, бізде өте оңай формуласы тұр. Ол EK тең болады mv квадрат бөлінген 2 екен, оқушылар. Сонда бізде бірінші массасын орнына қояйық 9 грамм, бірақ граммды біз халықаралық бөліктер жүйесіне келтіруіміз керек. Ол 10-3 килограмм болады. Көбейтілген 710 бөлеміз 2-ге. 750-дің квадратына тең болады. Квадраттаймыз. Сол кезде шыққан кезде сізде кинетикалық энергиясының мәні шығады екен. Екінші есепке мән берейік. Бұл жерде бізде массасы берілген 410 килограмм екен. Дененің биіктігі берген 50 сантиметр деп. И табу керек екен бізге Е потенциалдық энергия. Е потенциалдық энергия деген былай белгіленеді. Бізде ол mgh. Яғни бұл жерде м деп отқанымыз 450, көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз 50 сантиметрге. 50 деп отқанымыз 10-2 метр болады екен. Осы есептеудің арқасында сіздер кинетикалық және потенциалдық энергияны табасыздар. Ал екінші екі есеп сіздерге үй тапсырмасы ретінде беріледі. Мына есептерді есептеуін аяқтау сіздерге міндеттеледі. Енді рефлексия дегенімізге келейік. Яғни бүгінгі сабақта сіздер не түсіндіңіздер, не білдіңіздер, қай нәрсені қолдана алдыңыздар. Осын сіздер жазып, маған Google Classroom арқылы жіберетін боласыздар. Осымен біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.